мен саған секстің көкесін көрсетемін. Әйелдің табиғи түрде бала босанғаннан кейін либидосы азаяды. Даже оргазм сезбесе де өтірік оргазм алған сияқты имитация жасай алады. Сәлем алтындарым. Бүгін біз сіздердің сұрауларыңыз бойынша өте өзекті тақырыптардың бірі күйеуім маған қарамайды, мені мүлдем қаламайды. Төсек қатынасы арамызда жоқ десек те болады. Жатқан күннің өзінде де мен оны өзім сұрап алам деген хаттар мыңдап келеді. Сол хаттарға байланысты бүгін дәл осы тақырыпқа бүгінгі видеомызды арнадық. Тіпті кейде күйеуімді туалетте өзіне мастурбация жасап жатқандығын көріп қалдым, байқап қалдым деп жазып жатасыздар. Неге ол маған келмейді? Ол қалап тұр ғой деген сияқты мыңдаған көкейдегі сұрақ. Біріншіден, қыздар, өмірде біз басында бәріміз бір-бірімізді жақсы көріп, отбасын құрамыз, үйленеміз, бір-бірімізді қалаймыз төсек қатынасы кезінде, хочу болып үйкеліп жүреміз, бірақ кейін сол ара қатынас, арадағы бір трепет, махаббат, либидо, яғни бір-біріңді қалау, бір-біріңді төсек қатынасында аймалау деген сезім азайып кетеді. Неге? Себебі отбасылық жағдайда, тұрмыста әйелдер өздері соны байқамай күйеуіне мама рөліне енеді. Яғни күйеуінің, былайша айтқанда, махаббаты, любовницасы, әйелі емес, оның анасы кейпіне енеді. Яғни қалай? Мынау істегенің дұрыс, мына істегенің дұрыс емес. Сен былай киініп жүруің керек. Сен неге олай жасадың? Былай жасағаның дұрыс болады. Он бізді тәрбиелейтін кім? Бізді тәрбиелейтін анамыз. Яғни сіз күйеуіңізге бейсаналы түрде анасының рөлін атқара бастайсыз. Енді есі дұрыс еркектің мүшесі анасына тұрмайды. Сол үшін сіз психологиялық тұрғыда оның анасы кейпіне, яғни тәрбиелеушісі, жол көрсетушісі, бәлкім ұстазы, бәлкім қалай тіпті тамақ жеу керек екенін үйретуіңіз мүмкін. Шашпай же, төкпей же, ыдыс-аяғыңды жуып кет, аяғыңды сүртіп кір деген сияқты күнделікті бір мамасының рөліне кіріп кеткенімізді байқамай қаламыз, қыздар. Сондықтан еркек сізді бейсаналы түрде анасы есебінде қабылдайды, ал анасымен еркек жатпайды. Ол да оны түсінбейді. Сол үшін сізге деген құмарлық сезімі азайып кетеді. Сізді қадірлеу мүмкін, баламның анасы, жақсы әйел, бірақ өзі де түсінбейді. Неге сізді төсек қатынасында қаламайды? Сол үшін ол басқа жақтан басқа нәрселерді іздей бастайды. Мысалы, әйел төсек қатынасына қаламаса да бара алады. Ол еркекпен жата алады. Даже оргазм сезбесе де өтірік оргазм алған сияқты имитация жасай алады, жата алады. Ал еркекте ондай емес. Ол жыныстық қатынасқа бару үшін ода қалау сезімі, яғни хочу деген сезім болу керек, оның бір мүшесі тұру керек. Сол кезде ол түсе алады жыныстық қатынасқа. Ал егер ол анасы кейпінде сізді қабылдайтын болса, психологиялық тұрғыдан, оның мүшесі сізге былайша айтқанда тұрмайды. Сол себепті ол измена жасап кетуі мүмкін. Немесе измена жасауды харам деп танитын, өзін тия алатын еркек болса, ол просто туалетке барып мастурбация жасауы мүмкін, қиналып кеткенде. Бірақ сізге именно қалау сезімі азайып кетеді, немесе мүлдем болмай қалады. Бұл ең часто әйелдердің жіберетін қателіктердің бірі. Тұрмыс құрғаннан кейін, отбасы болғаннан кейін ортамызда бала пайда болады. Бала пайда болған кезде, мысалы, күйеу мен әйелдің арасында махаббат деген сезім бар, жена муж деген байланыс бар, әйел еркек деген байланыс бар. Ал енді бала пайда болғаннан кейін біздің баламызбен ана мен бала деген қарым-қатынас пайда болады. Әйел көп уақытын баласына арнай бастайды, баласын бірінші орынға қояды, тіпті өзін, күйеуін ұмытып кететін жағдайлар болады. Сол кезде ер адам өзін, былайша айтқанда, бір шеңберден шығып қалған сияқты сезінеді. Яғни, ұйықтап жатса сөйлеме, ар жүр, тұра тұр, кейін баламды ұйықтатып алайын деген сияқты күйеуіңізді шеттете берген кезде, күйеуіңіз действительно шеңберден шығып қалған сияқты. Өзін бір сізбен балаңыздың байланысының арасында третий лишний дейді ғой, үшінші адам, артық адам сияқты сезініп қалады. Сондай жағдайда ода гармония болмайды. Сол үшін бірінші кезекте, қыздар, бала ол қаяқтан пайда болды? Екі адамның махаббатының жемісі есебінде пайда болды. Бірінші кезекте сіз екеуіңіздің ара қатынасыңыз. Балаға қарау керек, балаға көңіл бөлу керек. Бұл жерде сіз күйеуіңізді көбірек сол бала тәрбиесіне, бала күтіміне араластырыңыз. Бұл жерде сізбен балаңыз ғана болып қалмау керек. Басты мәселе екеуіміз, және одан да күшті екеуіміздің махаббатымыздың жемісі бала бар. Яғни екеуіміздің сезіміз, бірақ бәрібір де бірінші кезекте деген нәрсені сіз де күйеуіңізде сезіну керек. Сол кезде отбасында гармония болады. Керісінше жаңағы барлығы баланы бірінші орынға қойсақ, бізде иерархия бұзылады. Бірінші білесіз, иерархия бойынша әке, ана, бала. Бізде керісінше болып кеткен. Бала, сосын оның баланың жанындағы анасы, сосын кейін еркек үшінші орынға, яғни төменгі сатыға түсіп кетеді. Ондай болмау керек. Ол кезде иерархия бұзылса, то есть осындай бір реттілік бұзылса, қыздар,
онда үйде дисгармония болады. Сол кезде еркек өзін артық сезінеді, өзін бір үйдің бір қожайыны, еркегі сияқты сезіне алмағандықтан, ол әйелін де әйелі сияқты қабылдамайды. Гармония бұзылады. Сол себепті бала туылған кезде көп әйелдің қателігі тек қана сіз ана екеніңізбен қоса әйел, жар екеніңізде, кейде түнде күйеуіңізге любовница болу керек екеніңізді де ұмытып кетпеу керек. Иә, әрине қиын, бірақ ондай жағдайда сіз күйеуіңізден көмек сұрасаңыз болады. Давай 1-2 сағатқа балаға, бәлкім 1-2 сағатқа няняға, 1-2 сағатқа ата-жесіне тастап кетіп, екеуіңіз оңаша қалып, сосын мысалы сіздің настроениеңіз болмай тұруы мүмкін, ауырып тұрған болуыңыз мүмкін. Сол кезде кетші бар, баланы ұйықтатып алайыншы деген сияқты дөрекі айтпай, керісінше сіз күйеуіңізді жақсы көретініңізді айтуыңыз керек. Проблема сенде емес, дәл қазір проблема менде. Менің басым ауырып тұр. Бірақ ертең басым жазылып алсын, мен саған секстің көкесін көрсетемін деген сияқты оны бір жақсы көретініңізді, бірақ жыныстық қатынасқа түсе алмай тұрғаныңызды, ол уақытша дүние екендігін айтсаңыз болады. Сосын бәрібір де күйеуіңіздің бірінші орында тұратынын, баланың әкесі екендігін үнемі есіне салып отыру керек. Яғни, қарашы, мына бала саған ұқсайды, мынау сенің бір қылықтарың бар сияқты, яғни сен бірінші орындасың деген сияқты барлық іс-әрекетіңізбен, сөзіңізбен оған көрсетіп отыру керек. Сол кезде ол өзін әке сезінеді, сол кезде ол өзін қамқоршы сезінеді, сол кезде ол осы шеңбердің ішінде екенін сезінеді, шеңберден шығып қалмай, сыртта тұрмаған сияқты. Яғни көп дүние бір қарап отырсақ, бір күрделі сияқты көрінгенмен, оның шешімдері өте қарапайым. Қыздар, тағы да басты себептің бірі бұл еркекке өте қатты жабысып алу. То есть, не істеп жатсың, не қылып жатсың, қашан болып жатсың, былайша айтқанда сағыз сияқты жабысып қалсаңыз, сізден құтылғысы келеді. Яғни, сен мені ғана ойла, сен жұмыста жүрсің, неге маған көңіл бөлмейсің деген претензияңыз, оған прям еркіндігін шектейтін болсаңыз, кез келген адам өзінің еркіндігін жақсы көреді. Сол кезде ол сізді итере бастайды, сізден қаша бастайды. Әсіресе үйде отырып қалған кезде, елдер декретте отырып қалған кезде өзін бір ущемленный сезініп, күйеуіне жабысып, қайда жүрсің, не істеп жүрсің, телефонын аңдиды, қашан келесің, одан сайын сізден еркек қашады. Өйткені ол оның еркіндігі. Енді сіз шыға алмай жатсаңыз, күйеуіңізге оған жабыса бергеннен көрі сізге қиын болып жатқандығын. Бәлкім сізге бір уақыт керек шығар, бір аптасына 1 күн, 1-2 сағат демалу керек шығар. Сондай нәрселерді айту керек. Мен қиналып кеттім, мен үйден шықпай қарайып қалдым. Даже балаңызды алыңызда просто далаға шығып 1-2 сағат серуендеп келіңіз, күйеуіңізді де ештеңені ойламаңыз. Өйткені күйеуіңізді ғана ойлай берсеңіз, оған сағыз сияқты жабыса берсеңіз, ол сізді итеріп тастағысы келеді. Поэтому күйеуіңізге неғұрлым көп жабыссаңыз, соғұрлым ол сізден көп қашатынын түсініңіз. Басты мәселе, қыздар, бала туғаннан кейін еркектер әйелден ләззат алуы азаяды. Неге? Себебі әйелдің табиғи түрде бала босанғаннан кейін либидосы азаяды. Яғни секске деген құмарлық сезім азайып кетеді. Дәл сол кезде біз көбінесе күйеуімізге андай дөрекі жауап береміз. Қойш, ары жатшы, осы бір через не хочу күйеуіңізбен жата бастайсыз. Оны даже жатсаңыз да через не хочу, оргазм болмағандықтан, әйтеуір бір жақ кетіп қалмасын, әйтеуір қанағаттандырып қояйыншы деп күйеуіңізбен болсаңыз, энергетикалық деңгейде ол күйеуіңіз это все сезеді, барлығын бойына сіңіреді. Содан кейін ол сізге ләззат сездіре алмағандықтан, өзін неполноценный еркек сезінеді. Яғни өзін бір толыққанды еркек сезіне алмағандықтан не істейді? Ертең өзінің бойында комплекстер пайда болады. Яғни мен жақсы бір қанағаттандыра алмайтын еркекпін деген сияқты. Сол үшін ол сізге онша жолағысы келмейді. Және ең бастысы, қыздар, босанғаннан кейін енді табиғи түрде қынап кеңейеді. Кейін қынап ол фрикцияны, яғни еркектің жыныс мүшесін қысып жіберу азаяды. Вот қысып жіберу, именно тугой вход дейді ғой, яғни тар болған кезде еркек күшті оргазм алады, әйел де сол кезде еркегінен жақсы оргазм алады. Ал егер қынап кеңейіп кетсе және әйел ештеңе жасамаса, ары қарай фитнеспен айналыспаса, өзінің денсаулығы, өзінің қынабына мән бермесе, еркек ол қынаптан, былайша айтқанда, ләззат алуды азайтады, ләззат ала алмай қалады. Сондай жағдайда ол уже жыныстық қатынасқа түскісі келмейді, себебі бітіруі қиын болып кетеді. Еркек жақсы бітіру үшін ол қынапқа кірген кезде именно жыныс мүшесіне қынаптың үйкелгендігін сезіну керек. Сол кезде ол бітіре алады. Егер қынап соншалықты кең, мысалы орыстарда сөз бар ғой, как карандаш в стакане, да, то есть стакан сияқты, стаканға карандаш салып қойған сияқты. Сондай сияқты үлкен кеңейіп кетсе, онда немесе қазақ просто галош деп айтады, галош сияқты кеңейіп кетсе, еркек ештеңе сезбей қалады. Вот сол кезде ол әйелінен қаша бастайды. Өйткені ол кіргенде де сол жерден ләззат ала алмайды, и ол жерде бітіре алмай қиналып кетуі мүмкін. Или уже шаршағандықтан тез-тез бітіреді, теріс қарап жата қалады. Ал әйелі қанбай қалады. Міне осындай мәселелерді, қыздар, ол нормальный процесс.
бала тудың қынабың кеңейді. Бірақ ары қарай қынапты тарылту жаттығулары бар, процедуралар бар. Енді қымбат, жаңа кесіп тастау, тарылтып тастау, ол әрине дұрыс емес операция жасау, ал интимді фитнеспен айналысу, қынапты тарылту жаттығуларын жасау, арнайы сексологиялық білім арттыру, оның барлығы өте маңызды. Себебі измена жасайтын әйелдеріне қарамай қоятын еркектерде, мысалы отбасылық консультацияға келген кезде еркектеріне сұраған кезде айтады: шындықты айтқан кезде мен одан жалығып кеттім деп айтады. Неге? Себебі әйел өзіне қызық болудан қалған кезде күйеуіне де қызықсыз болып қалады. Әйел өзіне көңіл бөлуді бір жұмбақ сияқты, оқылмай тұрған кітап сияқты болу керек әйел деген. Әйел де еркек те сондай болу керек. Себебі сіз бір киноны 10 рет, 20 рет көре берсеңіз, уже сізге қызығы кетеді ғой. Ал енді өмір бақи бір адаммен тұру және оны барлық фишкаларын білу сізге уже қызық емес. Әйелге де қызық емес болып қалады. Сол үшін білімді арттыру, өзіңізге қызық болу, өзіңіздің қызығушылықтарыңызды арттыру, сексологиялық біліміңізді арттыру, қынабыңызбен жұмыс жасау, әртүрлі позаларды көру, әртүрлі техникаларды іске асыру сіздің күйеуіңіз екеуіңіздің бір-біріңізге деген сезімдеріңізді арттырады, және өзіне қызық әйел күйеуіне де қызық болады. Ол табиғаттың заңдылығы. Сіз өзіңізге қызық болып, өзіңіздің шаруаларыңыз қайнап, мынаны істеуім керек, мынаны істеуім керек, былай жасайын деп өзіңізге көңіл бөле бастаңызшы. Дәл сол кезде еркектер де, бала шағалаңыз да барлығы сізге жабысады. Ал егер сіз өзіңізге керек емес, керісінше солардың ізінен жүрсеңіз, барлығы сізден қашады. Осындай бір қарапайым психологиялық себептері, қыздар не істеу керек екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар, психологиялық тұрғыдан, сексологиялық тұрғыдан және міндетті түрде интимді фитнеспен айналысыңыздар. Мысалы біздің орталықта онлайн, офлайн форматта интимді фитнес жаттығулары бар. Солармен айналысып, қынабыңызды қыздай қылып тарылтып, күйеуіңізбен отношенияңызды дұрыстауға болады.